Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен Павлодар қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімі Арғынбай Шарбану Серікқызы. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз функцияларды зерттеу, функцияның ойыс дөңестігін анықтау, графиктерін салу. Біз мұнда функцияның ойыс дөңес болатын аралықтарын, иілу нүктелерін анықтауды және шектер теориясын қолдану арқылы функцияны зерттеу және оның графиктерін салуды үйренеміз. Осы тақырыпқа байланысты көздейтін мақсаттарымыз. Ол алдымен оқушы интервалда функцияның өсуі мен кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Интервалда функция графигінің дөңес, ойыс болуының қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Қарапайым жағдайларда функцияның өсу және кему интервалдарын таба алады. Интервалда функцияның екінші ретті туындысының дөңестігін, ойыстығын анықтай алады. Осылардың барлығынан стационар нүктелер және функцияның басқа да қасиеттері бойынша қарапайым жағдайларда қисықтың эскизін сала алады. Келесі тақырыпқа байланысты терминдерді қарастырайық. Функцияларды зерттеу, анализ of function, исследование функций. Функцияның ойыс дөңестігі, convexity, concavity of functions, выпуклость, вогнутость функций. Графиктерін салу, sketching graphs, построение график. Функцияның анықталу облысы, domain of function, область определения. Функцияның тақ жұптылығы, even, odd functions, четность, нечетность. Функцияның периодтылығы, period of function, периодичность. Функцияның нөлдері, the zeros of function, нули функции. Функция асимптоталары, asymptotes of function, асимптоты. Көлбеу асимптоты, inclined асимптот, наклонная асимптота. Функцияның стационар немесе кризистік нүктелері, stationary point of the function, стационарные критические точки функции. Функцияның экстремумдары, extremum of function, экстремумы функция. Келесі сұрақ. Төмендегі берілген функцияның графигін салу үшін қандай қадамдар жасау қажет? Әрине, ең қарапайым тәсіл берілген тәуелсіз x айнымалысына мән бере отырып, y-ті анықтап кестені толтыру. Кестедегі мәндерді алып, координаталар осіне салып, функцияның графигін салу. Бірақ бұл тәсіл осы берілген функцияның графигін салуға келмейді, себебі алған графигіміз дұрыс емес. Неліктен? Берілген функциямыздың анықталу облысын қарастырайық. Бізде анықталу облысы бойынша x 2-ден 3 мәнді қабылдамайды, яғни осы нүктеде функция графигі үзілісті болып табылады. Сондықтан оның графигі мынадай түрде болу қажет. Енді бұндай қателер болмас үшін күрделі функцияны жан-жақты тереңірек зерттеп, оның графигін дәлірек салуға тырысу қажет. Жалпы функцияны зерттеуде қатап қалған қағиданы жоспармен орындау қажет емес. Бұл жұмыс біздің алға қойған мақсатымыз бен зерттелетін функция түріне көп байланысты болып келеді. Дегенмен, зерттеу жұмыстарын бір жүйеге келтіріп, функция графигін салуды жеңілдету үшін оны белгілі бір жоспарға сүйене отырып орындаған тиімді болады. Енді мен сіздерге алдарыңызға осы жоспарды толық ұсынғым келеді. Яғни функцияның зерттеп графигін салудың толық жоспары алдымен функцияның анықталу облысын тауып, егер бар болса, оның үзіліс нүктелерін анықтау қажет. Одан кейін функцияның тақ жұптылығын, периодтылығын анықтау, функцияның координаталар осьтері мен қиылысу нүктелерін табу, функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын анықтау, функцияның асимптоталарын табу, функцияның бірінші және екінші ретті туындыларын анықтап, олардың нөлге тең болатын нүктелерін және бұл туындылардың анықталмайтын нүктелерін табу қажет. Бірінші және екінші ретті туындылардың таңбаларын зерттеп, оның өсу, кему аралықтарын, ойыс, дөңес аралықтарын, экстремумдарын, иілу нүктелерін және осы нүктелердегі функцияның мәндерін жуықтап болса да табу қажет.
Одан кейін алынған деректер бойынша функцияның графигінің жобасын салу қажет. Енді осы әрбір қадамға жеке тоқталып өтейік. Алдымен берілген функцияның анықталу облысын табу. Бірнеше мысал қарастырайық. Алдымен y-тен 2x минус 7 бөлінген x плюс 1 функциясы. Бұндағы бөлшек сызықты функцияның қасиетіне байланысты функцияның бөлімі 0-ге тең болмау қажет. Яғни x плюс 1 тең емес 0-ге. Осыдан x тең емес минус 1-ге. Сонымен берілген функцияның анықталу облысы минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни осы нүктеде функцияның графигі үзілісті болады дейміз. Келесі мысалымыз y-тен x квадрат көбейтілген түбір астында 2 минус x. Мұндағы түбірдің қасиеті бойынша 2 минус x үлкен немесе тең 0-ден болу қажет. Онда x кіші немесе тең 2-ден. Анықталу облысы онда берілген функцияның минус шексіздіктен 2-ге дейін. Осы екі қасиеттен функция анықталу облысының табудың анықтамасын есімізге түсірген болармыз. Ол тәуелсіз айнымалының қабылдайтын мәндерінің жиыны функцияның анықталу облысы деп аталады. Келесі функцияның тақ жұптылығын, периодтылығын анықтау. Егер y-тен f, x-тан f функциясының анықталу облысынан алынған әрбір x үшін минус x-тан f тең x-тан f теңдігі орындалатын болса, онда берілген y-тен x-тан f функциясын жұп функциясы деп атаймыз. Мысалы, y-тен x квадрат, y-тен x-тің 6-шы дәрежесі қосыл x квадрат қосылған 7 жұп функция. Себебі, берілген функциядағы әрбір x-тің орнына минус x-ті қоя отырып функциямызды ықшамдап шықсақ, жоғарыдағы теңдіктің орындалатынын байқаймыз. Осыдан функциямыз жұп болып табылады. Ары қарай егер берілген y-тен x-тан f функциясының анықталу облысынан алынған әрбір x үшін минус x-тан f тең минус x-тан f теңдігі орындалатын болса, онда y-тен x-тан f функциясын тақ функция деп атаймыз. Мысалы, y-тен минус x-тің кубы қосылған x функциясын қарастырайық. Бұл функция бізде тақ. Себебі, берілген функциядағы әрбір x-тің орнына минус x-ті қоя отырып ықшамдап шықсақ, жоғарыдағы теңдіктің орындалатынын көреміз. Осы функциялардың жұп тақтылығын графиктері арқылы анықтауды мен сіздерге бейне материал арқылы ұсынғым келеді. x-тен f тең x квадрат функциясының графигін қарастырайық. Бұл функцияның графигі y осіне қарағанда симметриялы. Осындай қасиеті бар функциялар жұп функциялар деп аталады. Енді x-тен f тең x куб функциясының графигін қарастырайық. Бұл функцияның графигі координаталар бас нүктесіне қарағанда симметриялы. Осындай қасиеті бар функциялар тақ функциялар деп аталады. Келесі функцияның периодтылығы. Анықтама. Егер кез келген анықталу облысынан тиісті x үшін t тең емес 0-ге саны табылып, x қосылған t-дан f тең x-тан f теңдігі орындалса, онда x-тан f функциясын периоды t-ға тең периодты функция деп атаймыз. Периодты функциялардың периодтылығын біз көбінде тригонометриялық функцияларда анықтаймыз. Келесі функцияның координаталар осьтері мен қиылысу нүктелерін табу. Графиктің OX осімен қиылысуын табу үшін y тең 0 деп алып, теңдеуімізді шешеміз. Ал OY осімен қиылысуын табу үшін x тең 0 деп қойып, есептеп шығамыз. Осыған байланысты бейне материал ұсынғым келеді. Егер A-дан f 0-ге тең болса, онда A нүктесі f функция графигінің x осімен қиылысу нүктесі болып табылады. Функция графигінің x осімен бірнеше қиылысу нүктесі болуы немесе мүлдем болмауы мүмкін.
Егер функция графигі y осімен қиылса, онда қиылысу нүктесінің координаталары 0, 0-ден f болады. Егер 0 f функциясының анықталу облысына кірмесе, онда функция графигі y осімен қиылыспайды. Ал егер функцияның графигі берілген болса, онда олардың нөлдерін қалай анықтаймыз? Тағы да бір бейне материалды қарап шықсаңыздар болады. Функцияның графигін салу үшін біз оның нөлдерін білуіміз керек. Ал егер функцияның графигі берілген болса, онда сол графиктен функцияның нөлдерін таба аламыз. Мына функция графигіне назар аударыңыз. Функция графигі x осін 3 нүктеде қияды. -1, 1 және 2. Яғни осы нүктелерде f функциясының мәні 0-ге тең болады. Бұл нүктелердің f функциясының нөлдері болатынын оңай тексере аламыз. Келесі функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын анықтау. Функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын, яғни y-тің x-ан функциясының таңбасын сақталатын аралықтарды табамыз. Бұл бізге графикті тұрғызудың дұрыстығын тексеру үшін қажет болады. y-тің x-ан функциясының таңба тұрақтылық аралықтарын табу үшін біз x-тан f үлкен нөлден және кіші нөлден теңсіздіктерін шешуіміз қажет. Бір мысал қарастырайық. Мысалға y-тен x квадрат қосылған x қосу 3 бөлінген x қосу 1. Бұл функцияны біз үлкен нөлден деп алып, теңсіздікті интервалдар әдісімен шешеміз. Яғни алымының және бөлімінің нөлдерін табу арқылы сандар өсіне салып, біздің жағдайда берілген бөлшектің алымының нөлдері жоқ. Онда -1-ді алып, оның оң жағынан және сол жағынан таңбаларын анықтаймыз. Сол жағынан x-тен -2 нүктесін алып, берілген функциядағы әрбір x-тің орнына қойып тексеріп шығуға болады. Осыдан бізде -5 шығады. Ол 0-ден кіші сан болғандықтан, -1-дің сол жағына теріс таңбасын қоямыз. -1-дің оң жағынан x-тен 0 санын алып, функциядағы x-тің орнына қойып шығамыз. Осыдан 3 саны шығады, 3 0-ден үлкен. Сондықтан -1-дің оң жағына плюс таңбасын қоямыз. Онда берілген функциямыздың 0-ден үлкен аралықтары -1-ден плюс x-тікке дейін болса, 0-ден кіші аралықтары -x-тіктен -1-ге дейін. Келесі функцияның асимптоталарын табу. Жалпы функция графигінің асимптотасы дегеніміз шексіз алыстатылған қисық сызықтың нүктесі барынша жақындай түсетін түзу. Оны асимптотаның мынандай түрлерін қарастырамыз. Вертикаль асимптоталар, горизонталь асимптоталар және көлбеу асимптоталар. Әрбір асимптотаға жеке тоқтала кетейік. Берілген функцияның x0 вертикаль асимптотасы, x0 нүктесі вертикаль асимптотасы болады. Егер төмендегі шарттардың біреуі орындалса, яғни x0 нүктесіне ұмтылған кезде функцияның шегі шексіздікке ұмтылса, онда осы x0 нүктесін берілген функцияның вертикаль асимптотасы деп атаймыз. Горизонталь асимптотасы. Егер x шексіздікке ұмтылғанда берілген функциямыз бір b санына ұмтылса, онда y-тен b саны осы функцияның горизонталь асимптотасы болып табылады. Келесі көлбеу асимптот. Көлбеу асимптотаның анықтау үшін y-тен kx плюс b түзуін қарастырамыз. Мұндағы k x шексіздікте ұмтылғандағы x-тан f бөлінген x функциясының шегін анықтаймыз. Оның шегі табылса, онда келесі b-ны анықтаймыз. Ол b x-тан f минус kx функциясының x шексіздікке ұмтылғандағы шегін анықтаймыз. Осыдан табылған сандарды y-тен kx плюс b түзуінің теңдеуіне қоя отырып, берілген f от x функциясының көлбеу асимптотасын табамыз.
бір мысалды қарастырайық. Мысалы, y-тен x квадрат плюс x плюс 3 бөлінген x плюс 1 функциясын қарастырайық. Бұның вертикаль асимптотасы минус 1 нүктесінде. Себебі x минус 1 нүктесіне ұмтылған кезде функцияның шегі шексіздікке ұмтылады. Осыдан x тең минус 1-ді вертикаль асимптотасы деп аламыз. Горизонталь асимптотасы мұнда жоқ, себебі x шексіздікке ұмтылғанда функцияның шегі де шексіздік болып тұр. Келесі көлбеу асимптоты. y-тен kx плюс b. Мұндағы k үшін алда айта кеткен формула бойынша есептеп шықсақ, k 1-ге тең болады. Осыдан b-ның формуласына қоя отырып, x шексіздікке ұмтылғандағы шегін анықтасақ, b 0-ге тең. Осыдан y-тен x түзуі берілген функцияның көлбеу асимптотасы. График қалай болатынын қарайық. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, қызыл сызықпен бізде көлбеу асимптоты көрсетілген, көкшіл сызықпен вертикаль асимптотасы көрсетілген. Тағы бір мысал қарастырайық. Y-тен e-нің минус 1 бөлінген x дәрежесі. Осыдан осы функцияның вертикаль асимптотасы 0-ге тең болады. Горизонталь асимптотасы минус 1-ге тең болады. Графикін салып қарастырсақ, сары сызықпен көрсетілген бізде горизонталь асимптота. Ал вертикаль асимптота OY осымен беттесіп тұр. Келесі функцияның өсу және кему аралықтарын, экстремумдарын табу. Жалпы функцияның өспелі болуының қажетті және жеткілікті шарттары. Егер a және b интервалының әрбір нүктесінде x-тан f' үлкен 0-ден теңсіздігі орындалса, онда функция осы аралықта өспелі болады. Кемімелі болуының қажетті және жеткілікті шарты бойынша, егер a-b интервалының әрбір нүктесінде x-тан f' кіші 0 теңсіздігі орындалатын болса, онда функция осы аралықта кемімелі дейміз. Анықтама. Сан осінде x 0 минус сигма, x 0 плюс сигма аралығын x0 нүктесінің сигма аймағы деп атаймыз, немесе жай ғана аймағы. Мұнда сигма 0-ден үлкен берілген оң сан. Егер x0 нүктесінің мейлінше аз аймағында кез келген x үшін x-тан f үлкен немесе тең x0-ден f теңсіздігі орындалса, онда x0 нүктесі функцияның минимум нүктесі деп аталады. Ал егер x-тан f кіші немесе тең x0-ден f теңсіздігі орындалса, онда x0 нүктесі максимум нүкте деп аталады. Функцияның минимум және максимумдарын жалпы бір атпен оның экстремумдары деп атаймыз. Функцияның туындысы 0-ге тең болатын немесе туындысы болмайтын нүктелерін оның стационар, кей жерлерде кризистік қауіпті нүктелері деп атайды. Келесі көпмүшенің экстремумын табайық. Осы көпмүше өзінің барлық анықталу облысында дифференциалданатынын білеміз. Сондықтан экстремум нүктелері оның стационар нүктелерінің арасынан табылады. X тең 1 және X тең минус 2 стационар нүктелер болып табылады. Енді туындының таңбасын анықтайық. Кестеден функцияның кемімелі және өспелі аралықтарын көре аламыз. X тең минус 2 нүктесі локальды максимум болатынына назар аударыңыз. Себебі функция осы нүктенің сол жағында өспелі және оң жағында кемімелі. Сәйкесінше, x тең 1 нүктесі локальды минимум болып табылады. Себебі функция осы нүктенің сол жағында кемімелі және оң жағында өспелі. Енді керісінше берілген функцияның графигінен мәліметтер алайық. Алдарыңызда ұсынылып отырған функцияның графигі жайлы не айта аламыз? Бұл функцияның графигі өспелі. Яғни онда берілген функцияның экстремум нүктелері жоқ. Бірақ өздеріңіз көріп отырғандай вертикаль асимптотасы бар. Ол x тең 1 нүктесінде.
және көлбеу асимптотасы бар. Ол x тең минус 5 нүктесінде. Ал бұларды анықтау үшін алдағы көрсетілген ережелерді есімізге түсіреміз. Көздеген мақсатымызды есімізге түсірейік. Интервалда функцияның өсуі мен кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Қарапайым жағдайларда функцияның өсуі және кемуі интервалдарын таба алады. Егер осы мақсатқа жеттім деп ойласаңыздар, ары қарай жалғастыруға болады. Әлі де түсініксіз десеңіздер, бастапқы бетке қайтып келуге болады. Бәрі түсінікті болса, ары қарай жалғастырайық. Келесі анықтайтынымыз функцияның иілу нүктелері мен дөңес және ойыс аралықтарын анықтау. Анықтама. Егер теңсіздік орындалатындай кез келген x1, x2 нүктелері мен әрбір осы x1, x2 аралығына тиісті x0 нүктесі үшін x0-ден h кіші немесе тең x0-ден f теңсіздігі орындалса, онда y тең x-тан f функциясының графигі AB аралығында дөңес, яғни ойыстығы жоғары бағытталған деп атаймыз. Бұл сіздердің алдарыңызда бірінші суретте ұсынылған. Ал егер x0-ден h үлкен немесе тең x0-ден f теңсіздігі орындалса, онда y тең x-тан f функциясының графигі AB аралығында ойыстығы төмен бағытталған деп атаймыз. Ол сіздерде екінші суретте көрсетілген. Келесі функцияның ойыс дөңестігінің жеткілікті шарты. Айталық x-тан f функциясы AB аралығында екі рет дифференциалданатын болсын. Онда егер әрбір AB аралығына тиісті x үшін функцияның екінші ретті туындысының таңбасы теріс болса, онда функция AB аралығында дөңес болады. Ал егер осы AB интервалына тиісті x үшін функцияның екінші ретті туындысының таңбасы оң болса, онда функция AB аралығында ойыс болады деп айтамыз. Келесі иілу нүктесінің қажетті шарты. Айталық x-тан f функциясының x0 нүктесінің маңында екінші ретті үздіксіз туындысы бар болсын. Егер x0 функциясының иілу нүктесі болса, онда оның екінші ретті туындысы осы нүктедегі нөлге тең болады. Келесі иілу нүктесінің жеткілікті шарты. Егер x-тан f функциясы AB аралығында екі рет дифференциалданатын болса, және AB аралығына тиісті x нүктесінің оң және сол жақ бөліктерінде функцияның екінші ретті туындысының таңбасы әртүрлі болса, онда x0 нүктесі берілген x-тан f функциясының иілу нүктесі болады дейміз. Мысалмен көрейік. Мысалы, y-тен x көбейтілген 2 минус x-тің екінші дәрежесі. Бұл функцияның ойыс дөңес аралықтары мен иілу нүктелерін табу үшін екі рет туындылаймыз. Бұдан функцияның екінші ретті туындысы 6x минус 8-ге тең болады. 6x минус 8-ді 0-ге теңестіре отырып теңдеуді шешсек, x тең 1,3-тен 1. 1,3-тен 1 нүктесін координаталар осіне салып, жазықтығына, оның оң жақтан және сол жақтан таңбасын анықтаймыз. Енді функцияның өсу, ойыс және дөңес болуының жеткілікті шарты бойынша функцияның екінші ретті туындысының 0-ден таңбасы теріс болған жағы дөңес болады, ал оң болған жағы ойыс болады. Иілу нүктелерінің жеткілікті шарты бойынша, егер 1,3-тен 1 нүктесінің таңбалары әртүрлі болса, онда ол бізде иілу нүктесі болып табылады. Осы жерден мақсатымызды еске түсірейік. Оқушы интервалда функция графигінің дөңес, ойыс болуының қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Интервалда функцияның екінші ретті туындысының дөңестігін, ойыстығын үлкен нөлден, кіші нөлден арқылы анықтай алады. Егер осыдан бәрі түсінікті болса,
ары қарай жалғастыруға болады. Сұрақтарымыз бар түсініксіз десеңіздер, бастапқы бетке қайтып келіп, қайтадан қарап шығуға болады. Бәрі түсінікті болса, ары қарай жалғастырайық. Енді осы барлық анықталған деректер бойынша функцияның графигінің жобасын салу. Ол жобасын салудың толық зерттеуін бір бейне материал арқылы ұсынғым келеді. y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясын зерттеп, графигін сызайық. Функцияның анықталу облысын табамыз. x тең түбір астындағы 3 және x тең минус түбір астындағы 3 түзулері вертикаль асимптоталар болады. Екінші, функцияның тақ жұптығын анықтаймыз. Функцияның анықталу облысы нөлге қатысты симметриялы. Демек, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 тақ функция және оның графигі координаталар бас нүктесіне қатысты симметриялы болады. Үшінші, функция графигінің координаталары осьтерімен қиылысу нүктелерін табамыз. Біздің функциямыздың графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Төртінші, таңба тұрақтылық аралықтарын табамыз. x куб бөлінген x квадрат минус 3 нөлден үлкен теңсіздігін интервалдар әдіс арқылы шешейік. Бөлшектің алымы мен бөлімінің түбірлерін тауып, оларды сандық түзуге белгілеп, таңбаларын қоямыз. Бесінші, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясы графигінің асимптоталарын табамыз. Біз вертикаль асимптоталарды бірінші пунктте таптық. Олар x тең түбір астындағы 3 және x тең минус түбір астындағы 3 түзулері. y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясының горизонталь асимптотасының теңдеуі y тең b түрінде болады. x куб бөлінген x квадрат минус 3 бөлшегінің алымының дәрежесі бөлімінің дәрежесінен бірге артық. Сондықтан, x шексіздікке ұмтылғандағы x куб бөлінген x квадрат алу 3 функциясының шегі жоқ. Және y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясы графигінің горизонталь асимптотасы болмайды. Көлбеу асимптотаны тауып көрейік. Көлбеу асимптотаның теңдеуі y тең kx қосу b түрінде болады. K және b коэффициенттері мынадай үлгі арқылы табылады. Яғни көлбеу асимптотаның теңдеуі y тең x түрінде болады. Асимптоталарды координаталық жазықтыққа салайық. Алтыншы, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясының өсу кему аралықтары мен экстремумдерін табалық. Ол үшін функцияның туындысын табамыз. Туындыны нөлге теңестіреміз. Бөлшек бөлімінің түбірлері x тең плюс минус түбір астындағы 3. Туындының нөлдері мен оның бөлімінің түбірлерін сандық түзуге салып, таңбаларын қоямыз. Және экстремум нүктелері мен өсу және кему аралықтарын табамыз. Енді функцияның экстремум нүктелеріндегі мәндерін табамыз. Сонымен, координаталық жазықтықта функцияның минимум және максимум нүктелерін және функция графигінің координаталары осьтерімен қиылысу нүктелерін белгілейік. Енді функцияның өсу кему аралықтары мен таңба тұрақтылық аралықтарын ескере отырып, оның графигін сызамыз. Берілген видеоматериал бойынша
функцияны зерттеп графигін салудың толық жоспарын қайта есімізге түсіріп кетейік. Ойымызды жинақтап қорытындылап алайық. Яғни функцияны зерттеп графигін салу үшін алдымен оның анықталу облысын табу керек. Тақ жұптылығын, периодтылығын қарастыру керек. Координаталар осьтері мен қиылысу нүктелерін табу қажет. Кейін функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын қарап шығуымыз қажет. Функцияның асимптоталарын, функцияның өсу және кему аралықтары, экстремумдары қажет. Елу нүктелері мен дөңес және ойыс аралықтарын табуымыз қажет. Осы барлық табылған мәліметтер бойынша, анықталған мәліметтер бойынша жобасын салуға болады екен. Міне осы барлық қадамдар сіздерге функцияның толығымен зерттеп, графигін дұрыс салуға көмектеседі. Енді мақсатқа байланысты өзіміз түсіну, қолдану дағдыларын дамыту үшін бірнеше есептер қарастырайық. Тапсырма 1. Берілген функция бойынша оның минимум нүктесін табуымыз қажет. Және сол дәл минимум болатынын дәлелдеуіміз қажет. Бұндай тапсырмаларды алда өздеріңіз орындай отырып, шығару жолын ұсынылған сілтеме бойынша өтіп, өз жауаптарыңызды тексеруге болады. Бірінші мысалға байланысты жауапты тексеруді көрсетейік. So let's just copy this question down. We've got y equals x plus 2 then multiplied by all of x squared minus 3x plus 5. And if we're to find a minimum point on a curve, that's where the gradient is 0. So I'm going to need to differentiate this. But before I can differentiate it, I need to expand it out. So if we expand it out just by multiplying x with each of these three terms and then plus 2 with each of the three terms, we're going to get x times x squared, which is x cubed then. X with the minus 3x is going to give minus 3x squared, and then x with the 5 is going to give 5x. Now I'm going to carry on underneath here with the 2 times x squared. That's going to give me plus 2x squared. And then 2 times minus 3x is going to be minus 6x, and then 2 times the 5 is plus 10. And so when I group this together, we've got x cubed, and then minus 3x squared plus 2x squared is going to be minus x squared, and then 5x minus 6x is minus x, and then you've got plus 10. Okay, so we've got what y is then in the expanded form. So we can go on now and therefore get dy by dx, differentiate y with respect to x. And so if you differentiate x cubed with respect to x, you get 3x squared. Differentiate minus x squared, you get minus 2x. And differentiate minus x, you get minus 1. And the constant 10, well, that goes to 0. Now, we're looking at finding a minimum point, but there could also be a maximum point, or even maybe a point of inflection, and we collectively call these stationary points. So what I'm going to do here is just say at stationary points, we know that the gradient, which is given by dy by dx, that has to equal 0. Okay? So therefore what we've got is that 3x squared minus 2x minus 1 must equal 0. And if we factorize this, we therefore have 2 brackets. It's quite a nice easy one to factorize just by inspection, because 3x squared is going to be 3x times x, and then for minus 1 it's going to be plus 1 here and minus 1 there. And that means that each of these factors would be equal to 0. So therefore 3x plus 1 would equal 0, or the other factor x minus 1, that would equal 0. And if we solve those two equations, we therefore have
Well, when 3x plus 1 equals 0, if we subtract 1 from both sides, 3x would equal minus 1, divide by 3, and you therefore have x equals minus 1/3. And for the other one, x minus 1 equals 0, add 1 to both sides, you've got x equals 1. Now, if we're going to find out which one of these gives us a minimum point, you could use the gradient method, or you could use the second differential method. I'm going to go for the second differential method here, d2y by dx squared. What we do is we differentiate dy by dx with respect to x again. And if I do that, for the first term I get 6x, and for the next term I get minus 2, and then for the constant here that goes to 0. And what I need to do is substitute the value of x, we'll take minus 1/3 first of all, into here and check out what kind of sign we get. Well, we therefore get d2y by dx squared equals, and if you put minus 1/3 in here, 6 times minus 1/3 is minus 2, and then minus another 2 is minus 4. And that's less than 0, a negative value, and that means that when that happens, what we have here, when x is minus 1/3, is a maximum. Okay, so we're not interested in that particular value, we're only interested in the one that gives a minimum. So I'm hoping that when x equals 1 gives us a minimum. That is, that when we substitute this into d2y by dx squared, I'm hoping to get a positive value. And I can see that I do, because we therefore have d2y by dx squared. Well, put 1 into here, you get 6 minus 2, which is 4, and that's greater than 0. So we do have a minimum. It's not the only way, though, as I say, that you can check out to see whether you've got a minimum. The other way is just by doing a gradient table, and I'll do that for you here, okay? So you can see how that would work. So if we're doing a gradient table, we'd take our value of x, let's just draw a column down here, and we would take points either side of the point that we are checking out. So we're checking out the point where x equals 1, so if I put that in here, a point to the left would be, say, 0, and a point to the right would be 2. And we look at the gradient dy by dx. Now we know that when x equals 1, when we substitute that into here, we get 0. And that tells us that the slope of the graph at that point is horizontal. The tangent there would be horizontal. If we take x equals 0, a point to the left of 1, substitute 0 into here for dy dx, you get negative 1. And that means that our graph is going downwards like that. And when we put 2 into dy by dx, you've got 2 squared is 4, 3 4s are 12, minus 4 here, that gives us 8, minus another 1 is 7, a positive value, so the graph would be going upwards at that point there. So what we would have at the point where x is 1 is a minimum. So either way, what we have is a minimum. So we'll just put that in here. We can say, therefore, that stationary point is a minimum. But what we need to get is the coordinates of that stationary point. We know that x is 1, so when x equals 1, we just need to find out what y is. So if we substitute x equals 1 into, say, here, doesn't matter if you substitute it into here, either way, if you substitute it into here, I think this will be easier. We're going to have 1 minus 1, which is 0, and then minus 1 plus 10, well, that's going to be equal to 9. So therefore, what we have is that the point 1, 9 is a minimum point.
Okay, it would just finish that question off. If we just put this in, is a minimum point. Міне осы сияқты қалған екі тапсырманы өзіңіз орындап шығып, ұсынылған сілтемелер бойынша өтіп, жауаптарыңызды тексеруге болады. Үшінші тапсырма. Енді тақырыпқа байланысты мақсаттарға жету үшін өздеріңізге үй тапсырмасы қосымша. Ұсынылған үш функцияның графигін толық зерттей отырып салып шығу. Бұдан кейін өзіңіздің графигінің дұрыс шыққандығын тексеру үшін GeoGebra бағдарламасы онлайн арқылы тексеруге болады. Бүгінгі сабақта көздеген мақсаттарымыз мынандай болды. Оқушы интервалда функцияның өсуі мен кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Интервалда функция графигінің дөңес, ойыс болуының қажетті және жеткілікті шарттарын біледі. Қарапайым жағдайларда функцияның өсу және кему интервалдарын таба алады. Интервалда функцияның екінші ретті туындысының дөңестігін, ойыстығын кіші немесе тең нөлден үлкен немесе тең нөл арқылы анықтай алады. Және стационар нүктелер және функцияның басқа да қасиеттері бойынша қарапайым жағдайларда қисықтың эскизін сала алады. Осы мақсатқа сіздер жетті деп ойлаймын. Мынау міне қолданылған қосымша ресурстар, өздеріңізге де қарап шығуға болады. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.